Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін керемет сатылымға шығаратын чебуректерді дайындайтын боламыз. Чебуректер өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен 500 грамм ұнды електен өткізіп аласыздар. Және де үстіне қайнаған бөлме температурасындағы 190 грамм суды құясыз. Одан кейін 50 грамм сұйық май құясыздар. Және де 7-8 грамм тұз салып жақсылап қамырды илейсіздер. Жоғарғы сортты ұнды пайдаланғандарыңыз дұрыс. Қамырымыз бізде қатты тығыз қамыр болады. Түбінде осылай ұны қала бастайды. Сол кезде ыдысты тазарта отырып толықтай қамырды илеп аласыздар. Қаттылау осындай қамыр болып шығады, ештеңе етпейді. Салафанға пакетімізге салып 15 минутқа тындырып қоямыз. Міндетті түрде 15 минут тұру қажет. 15 минут өткеннен кейін қамырды қайтадан салафаннан алып, қолдың көмегімен қайтадан басып, илеп алатын боламыз. Міндетті түрде осылай жасаңыз, сонда қамырларыңыз бір-біріне сіңіп, жақсы гладкий қамыр болып шығады. Тағы да пакетке салып 15 минут қалдырамыз. Осы аралықта начинкасын дайындап қойсаңыздар да болады. Немесе 15 минут өткеннен кейін тағы да аласыздар да таразының көмегімен 30-32 граммдай қамырды өлшеп аласыздар. 31 грамм болса да ештеңе қылмайды. 31, 32, 33 граммдардан бөліп алып толықтай қамырды пакетке орналастырасыздар. Міндетті түрде салафан пакеттің ішінде салып қойыңыздар. Өйткені қамыр қаязып қалады, сол кезде жаю қиын болады. Ал пакетке салып қойсаңыздар, кішкене қамыр жұмсарып, әдемі болып тұрады. Бұл жерде мен 31-32 граммнан бөліп алдым. Және де түбінде 2-3 грамм қамыр қалып кетеді. Оны қалған шетінен шыққан қамырмен біріктіріп, қайтадан чебуреки жасай саламыз. Қамырдың бәрін осылай дөңгелектеп алдым. Енді начинкасын дайындаймыз. Және де формасын жасау үшін осындай қағаздан, картоннан бөліп алсаңыздар болады. Ені 6,5 см, ал ұзындығы 11,5 см. Дәл осы формамен чебуректеріңіз әдемі бірдей болып шығады. Енді начинкасын дайындау үшін тартылған етімізге, яғни майы болмау керек. Бұл жерде мен 300 грамм етті қолдандым. Осы бір зуала қамырдың начинкасына жетеді. Және де 300 грамм пиязды осылай блендерден өткізіп алдым. Немесе пышақтың көмегімен ұсақтап турап алсаңыздар болады. Араластырып тұрып пиязды саласыздар. Және тағы бір рет араластырып жібересіздер. Және де дәміне қарай тұз бен қара бұрыш саласыздар. Араластырып тұрып жартылай қуырып аласыздар. Начинканы міндетті түрде суытып салыңыздар, ыстықтай салмаңыздар. Және де мына жерде мен чебуректерді уже дайындап қойдым. Және біразын қатырып қоюға да болады. Қазір сіздерге жайып көрсетемін. Өте жұп-жұқа етіп жаясыздар. Ұнды қолданбасаңыздар да болады. Егер тақтайға өте қатты жабысып бара жатса, аз-аздан ғана ұн салсаңыздар болады. Негізі мен барлық чебуректерді ұн салмай жайдым. Формасы маңызды емес, тек қана осылай видеодағыдай көріп тұрғандарыңызды жұп-жұқа етіп жайсаңыздар жеткілікті. Сол кезде пузырчатый болып шығады. Начинкасы бір ас қасықты толтырмай саласыздар. Және де жан-жағын мықтылап басып шығыңыздар. Егер баспайтын болсаңыздар, ол ашылып кетеді майға салған кезде. Сосы майдың барлығы құртылады. Сондықтан міндетті түрде қаттырақ басыңыздар. Және осындай базарда сатады, арзан тұрады. Осындай құрылғымен ерек болып жасасаңыздар да болады. Немесе пышақпен кессеңіздер де болады. Немесе жан-жағын вилкамен бекітіп шықсаңыздар да болады. Ол енді өз еркіңіз. Тағы да кесіп болғаннан кейін аздап қолыңызбен басып жіберіңіздер. Және де мен қатыру әдісін бөлісетін боламын. Осы бойы майға салып пісіре берсеңіздер де болады. Немесе мен сияқты қатырып қойсаңыздар да болады. Мынау қатырылған түрі. Міндетті түрде астына салафан немесе пергамент төсеңіздер. Және де тегіс ыдысқа салғандарыңыз дұрыс. Мінекей осылай қатырсаңыздар болады. Қамырды пакетке салып қойсаңыздар, қайзымайды, әрі қамырыңыз жұмсақ болып жайған кезде өте оңай әрі тез жайылады.
Бірден осы бойы қызып тұрған майға пісірсеңіздер де болады, немесе тоңазытқышқа салып қатырып қойсаңыздар да болады. Қатырып қойған чебуректерді кішкене бөлме температурасында 20-30 минутқа жібітіп алып, сосын майға салып пісірсеңіздер де болады, немесе қатқан күйінде бірден салып пісіре берсеңіздер де болады. Ол өз еріктеріңіз. Дәл осылай керемет супер-пупер формамен бірде жасап аламыз. Және де жан-жағында қамырымызды барлығын осылай біріктіріп жинай беріңіздер. Тағы да 30 грамм қып, оны да қайта жайып чебуректеріңізді дайындай бересіздер. Міне видеодағыда көріп тұрғандарыңыздай барлығын мен қатырып алдым. Қатқан түрі де, қатпаған түрі де дәмдері бірдей болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ыстық қызып тұрған майға салып қуырасыздар. Осылай кішкене сарғыш болады. Екі бетін екі қайтара аунатып пісіресіздер. Қып-қызыл осындай керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де тапсырысқа да жасап табысты болуға болады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Қазақша контентті қолдап жіберіңіздер. Чебурекелеріміздің ортасы мінекей осындай дәмді керемет болып шығады. Ас болсын.